Теріні тазалаудың алдын ережесі. Тазарту теріге жасалатын кез келген күтімнің міндетті сатысы болып табылады. Ол қарапайым және түсінікті сияқты, алайда оның күтпеген кедергілері көп. Біз соларды алдын алып өтуге үйретеміз. Тазарту кезінде нені жасау керектігі және нені жасауға болмайтындығын қазір сіздермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, өз ойыңызды комментарийға жаза кетіңіз. Бетті таңертең және кешке тазарту қажет. Түнде тері қайта қалпына келеді және қайта қалпына келу барысында себумның шамадан көп мөлшерлері өндіреді. Таңғы тазартудың мақсаты терінің бетіндегі майдың артық мөлшерін, терінің өлі жасушаларын және ластануларды жою. Сонымен қатар теріні іріткі немесе ылғалдандырғыш крем жағуға әзірлеу. Ал кешкісінің сенің басты міндетің макияжды сүрту. Сонымен қатар күні бойы сенің бетіне жинақталып қалған ластанулар мен майдың артық мөлшерлерін жою. Бұл тітіркенудің пайда болуының алдын алады. Сондай-ақ әжімдердің жасқа қарай түсетін дақтардың пайда болу, сонымен қатар терінің созылғыштығын жоғалту қаупін азайтады. Осы рәсімдердің маңыздылығы туралы үнемі есте ұстау қол жеткізілетін нәтижеге тұрарлық екендігіне сену қажет. Бетті кәдімгі иіс сабынмен жууға болмайды. Кәдімгі иіс сабын pH жоғары болуымен ерекшеленеді. Бұл оны бет тазартуға жарамсыз етеді. Сен қолыңды жуатын сабын терінің табиғи қорғаныс қабатын жояды. Оны кептіреді және аса жағымсыз сезім терінің тартылуын сезінуге жол береді. Өзінің тереңіне сай келетін тазартқыш құралды қолдану қажет. Өзінің терінің типіне және қажеттілігіне қарай тазартқыш құрал таңда, өйткені адамдардың барлығына бірдей және олардың әрқайсысына сай келетін бір ғана өнім болмайды. Тазартқыш сүттің қаныққан кремдік текстурасы болады және жуған кезде көпіршімейді, сондықтан құрғақ немесе егде тартқан теріге лайықты келеді. Ал теріні тазартатын және жұмсартатын жуынуға арналған гель қалыпты немесе майлы теріге сай келеді. Теріде тартылу сезімін қалдыратын құралды пайдалануға болмайды. Егер жуынғаннан кейін сенің теріңде тартылу сезімі туындаса, онда сенің тазартқыш құралың өте агрессивті және терінің қорғаныс қабатын бұзады. Әдетте мұндай тазарту құралдардың терісі майлы типті адамдар таңдайды. Бұл қате, өйткені ол тек тері майының қосымша бөлінуіне жағдай туғызады. Терінің тазартуға арналған аппаратты пайдалану қажет. Тазартуға арналған аппарат тері күтімі бойынша күнделікті жасалынатын рәсімдерінің келесі сатысы. Аппараттың щеткасына тазартқыш құралды жағып 1 минут бойы бетіне массаж жаса. Бұл ластануларды, макияждың қалдығы, өлі жасушаларды жоюға, сонымен қатар пораларды тазартуға көмектеседі. Сонымен қатар ынталандырушы әсерін теріні жайнатып жібереді. Тек қана бағасына қарап тазартқыш құралды таңдауға болмайды. Сен әрине түрлі маркалы өнімдер бағасының бір-бірінен едәуір айырмашылығы болатынын байқадың. Ғылыми зерттеулер, клиникалық сынақтар, қымбат ингредиенттер, мұның барлығы сөзсіз бағасына да әсер тигізеді. Бұл сенің тері күтіміңдегі мінсіз өнімді іздеуіңнің басталған жері болса да, біз саған өз терінің типін және оның нақты қажеттілігін анықтап алудан бастауға кеңес береміз. Тоник пайдалану қажет. Тазарту рәсіміндегі сенің екінші қадамың тоник. Ол кәдімгі құрал тазарта алмаған барлық ластануларды жояды. Барынша тереңдей тазартуға арқылы пораларды көз алдыңда кішірейтеді. Терінің pH теңгерімін тегістейді және оны іріткі немесе крем жағуға әзірлейді. Теріге тоник жағу үшін саған мақта дискісі немесе майлы қажет. Ыстық сумен жуынуға болмайды. Қанша жайсыз болса да ыстықтау сумен жума. Ыстық су, әсіресе су құбыры арқылы келетін теріні қатты құрғатады. Сондықтан жуыну кезіндегі сенің таңдайтын суың бөлме температурасындағы су болу қажет. Сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Міндетті түрде каналға тіркеліп, өз ойыңызды жаза кетіңіз.